Наггетсы жасау үшін бізге тауықтың осындай төс еті керек. Ал маринады үшін тұз, кептірілген сарымсақ және лимонның 1/4 бөлігін аламыз. Етті жуып, қағаз сүлгімен сүртіп кептіріп алғаннан кейін, осылайша ұсақтап турап шығамыз. Бәрін осылайша турап дайындап аламыз, ал енді маринад жасаймыз. Ол үшін тұзды, сарымсақты ыдысқа салып аламыз. Кейін үстіне лимонды сығып қосамыз. Енді осының үстіне күнбағыс майын құйып, араластырып аламыз. Кейін үстіне етті салғаннан кейін күнбағыс майын толтырып құю керек болады, бетін жауып тұратындай етіп. Май осылай еттің бетін толықтай жауып тұратындай болу қажет. Маринад жақсы сіңу үшін 1 тәулікке тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне менде маринадта ет 1 тәулік тұрды. Енді наггетсыйды дайындауға кірісеміз. Етті алып алдымен ұнға, кейін жұмыртқаға, кейіннен панировочный хлопьяға салып, аунатып аламыз. Барлығын дәл осылай қайталап шығып, осылайша бәрін дайындап алғанымыз жөн. Ендігі кезекте қатты қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Осылай аудастырып тұруды ұмытпаңыздар. Екі жағынан да қызартып пісіріп алу керек. Наггетсы бізде дайын болды. Ортасы жұмсақ балғын болып піседі.